Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге крипто базар. Біз бүгінгі видеода криптодағы соңғы жаңалықтарды талқылайтын боламыз. Әрине, бізде в основном телеграмдағы проекттер, сол себепті де телеграмдағы жаңалықтар. Мысалы, ең бірінші ноткоин бізде 3x берді. Одан кейін хамстар дроп келесі айға қалдырылды. Сол жақты жаңалықтардың барлығын мен сіздерге айтып беретін боламын. Және де сіздер білмейтін проекттерде листинг болуы мүмкін екенін, қандай ақпараттар бар екенін барлығын айтып беретін боламын. Сол себепті де видеоны міндетті түрде басынан соңына дейін көреміз. Каналға тіркелмеген болса, каналға тіркелеміз, лайк бас, комментарий жаз, қоңырауын бас қоюды ұмытпаймыз. Одан бөлек бізде розыгрыш 1000 ноткоинға. Әрине сіздер теңгемен қаласаңыздар, мен сіздерге теңгемен салып жібере аламын. Плюс-минус 10 000 теңге болады 1000 ноткоин қазіргі ценамен. Немесе 1000 ноткоин беремін. Енді қараңыздар, розыгрыштан ұту үшін не істеу керек? Біздің телеграм каналға тіркелген болуларыңыз керек. Осы видеоны соңына дейін көру керек, лайк басып, комментарий жазу керек. Болды, жеткілікті. Сол жеткілікті. Ал енді видеоға көшейік. Ал енді қараңыздар, ноткоин жайлы тезсіз айтамын, себебі ноткоин дәл қазір біткен проект, бірақ 3x берді. Негізінде 3x емес, ең аз ценасына санағанда ол 6x берді. Қазір мен сіздерге барлығын көрсетіп жатқан боламын, тезсіз түсіндіріп шығамын. Бізде ноткоинда дәл қазір ботта активистар бар. Осы активистар жайлы менен өте көп адамдар сұрайды, типа қалай табуға болады. Бұл жерде өте аз сумма көргендеріңізде активистар шығады, жоқ болып кетеді, тезсіз орындап отқан адам мысалы 200-300 ноткоин таба алады, бірақ ол уақытқа бұл нәрсе стоящий ма, не стоящий ма өздеріңіз шешесіздер. Себебі мен де бір активист орындадым, 5 минуттай уақыт кетті, 0.16 ноткоин жинадым. Әрине одан кейін мен уже қызық емес болды, басында орындадым бұл активистті. Одан кейін мен былайша айтқан кезде бұл ботқа сол күйі кірмедім. Активисттар шығып жатыр, орындап жатқан адамдар бар. Мысалы сіз бұл жерде активистар орындап 200-300 ноткоин мүмкін таба аласыз, мүмкін одан азырақ болады, әлі ешкім білмейді. Ал енді қараңыздар, ноткоин ценасы өте жақсы өсті. Ең аз ценадан қараған кезде бізде қазір есептеп көруге болады. Мына жер екен 0.45. Енді калькуляторға кіреміз. 0.045 көбейтем 5x-ға. Дәл қазір 5x берген. Яғни 5 есе ценасы өскен қазіргі сумамен. Ал пикында 6x-ға дейін болды деп ойлаймын, себебі 0.30-ға дейін жақындады. Дроптан кейінгі ценадан санаған кезде қараңыздар. Дроптан кейінгі ценадан санаған кезде 2,5-3x-қа жақын берді. Мысалы, осы кезде дроп болды, листингке ноткоин шықты, одан кейін көргендеріңізде біраз уақыт бойы ноткоин құлады. Сөйтіп енді ғана өсіп жатыр. Мүмкін жақын уақытта өседі, мүмкін құлайды, оны ешкім білмейді. Мен өзімнің ноткоинымды просто сақтап қойдым, себебі қараңыздар, менде 6000 ноткоин. Дроптан кейін қателеспесем 25 000, 20 000 теңге болды. Мен 20 000 теңге сатқым келген жоқ, лучше жата берсін дедім. Қазір көргендеріңізде ноткоин менің 61 000 теңге. Әрине ең аз түскен кезде 10 000, 12 000 теңгеге дейін ноткоиным құлады. Көргендеріңізде 16 май листинг күні, яғни листинг күннен бері әлі жатыр. Ноткоин жайлы осы. Қазір сатып алайық деп жатқан адамдар өте көп. Сатып алуға не стоящий, себебі мем токен ешкім білмейді қалай өзгеретін. Тез құлайды, тез көтеріледі мем токендердің. Ал енді қараңыздар, бізде екінші проект MemeFi. Менің ойымша ең бірінші airdrop осы проектте болады жақын арада. Әрине TapSwap'та бұл проекттің алдында airdrop болуы мүмкін, бірақ MemeFi'да жақын арада болады. Себебі бұл жерде пост болды. Airdrop жақын уақытта болатын, одан кейін 90%, яғни осы проекттің токені, MemeFi деген токеннің 90%-ы airdropпен адамдарға таратылатыны бұл жерде жазылған. Одан кейін сіз алған токеніңізді кез келген уақытта сата алатыныңыз жазылған, яғни разлог болмайды. Разлог деген не? Мысалы, сіз басында 10% сата аласыз, кейін 20% сата аласыз, ондай нәрсе болмайды. Сіз ноткоин секілді 100%-ін барлығын сата аласыз. Қараңыздар, менде қазір кальцо бар. Міне кальцода көргендеріңізде 90% комьюнитиға, 5% ликвидностьқа, одан кейін ары қарай партнерларға, рекламаға, в основном seed round алдын ала сатып алған адамдарға. Seed round бұл жерде болған жоқ, сол себепті де неге seed round көрсетіп тұрғанын білмеймін. Енді қараңыздар, бұл жерде ақпараттар осы. Қазір проект көрсететін болған. Проект мен алдын көрсеткен, барлығыңыз білесіздер деп ойлаймын. Қиын емес, бізде просто осылай басамыз, бостарды өлтіреміз. Қазір менде бос көрінбей тұр. Көргендеріңізде менде Shiba деген бос. Оның алдында мен осыны өлтірдім, Монаны, одан кейін осыны өлтірдім. Қазір 3-ші левелдамын мен. Әрине мен проектке қатты көңіл бөліп жатқан жоқпын, бірақ жақында листинг болады. Басып жүрген балдар болатын болса, сіздер әрине осы жерден жақсы дроп ала аласыздар. Мен қателеспесем
өте аз аламын, себебі мен көргендеріңіздей көп басқан жоқпын, себебі проектке қатты интерес болған жоқ былайша айтқан кезде. Бірақ проект жақсы дроп таратуы мүмкін, себебі комьюнити бар, рекламалар алды и 90%, яғни 90% деген ол менің ойымша өте көп. Енді қараңыздар, келесі проект бізде Hamster Combat. Hamster Combat келесі айдың бірінде листингті қалдырды, яғни дроп келесі айдың біріне болады. Осы айдың біріне болу керек, бірақ қазір ноткоиннан кейін тонда нагрузка өте үлкен, дәл қазір біз листингке шыға алмаймыз деп айтты. Бұл жерде менен өте көп адамдар сұрайды, біз прибыль в час качать етеміз ба, немесе монета жинаймыз ба деп. Бұл жерде монета емес, бұл просто point, яғни жинаған поинтымызға қарай бізге кейін дроп береді, яғни монетаны кейін береді. Бізге өздерінің айтуларына қарағанда прибыль в час жинау керек, себебі рейтингта бізде прибыль часпен есептеледі. Қараңыздар, мен дәл қазір топ 10 мыңға да кірмеймін, мастердің ішінде ең үлкен прибыль час бұл жерде Юрида екен, 1 миллион 613 мың. Гранд мастерде тоже үлкен. Бұл жерде көргендеріңіздей конкуренция өте үлкен, себебі проект дәл қазір Telegram бойынша номер 1, 30 миллион ба, қателеспесем 25 миллион ба аудиториясы бар. Сол себепті де проектте конкуренция өте үлкен, және де бұл жерде де дроп жақсы болуы мүмкін, бірақ былайынан шашылған кезде, яғни токендер барлық активный игроктарға шашылған кезде аз-аздан тиюі мүмкін, риск бар. Ондай мен өзімнің ойымша, қателеспесем, келесі айға дейін 1 миллион 500 мың монета прибыль час жасай алсам, 200-300 доллар аламын деп ойлаймын, яғни 100 мың теңге, хотя бы 100 мың теңге осы проекттен аламын деп ойлаймын. Енді қараңыздар, бұл жерде не істейміз біз? Майнға кіреміз, просто прибыль часто үлкейту үшін осы проекттерді качать етеміз. Ну, окошкаға басасыз и получить деген басасыз. Одан бөлек бұл жерде комбо, әр күн сайын комболар шығып отырады. Мен қазір комбоны качать ете алмаймын, себебі менде көргендеріңізде тон USDT деген карта керек. Бұл картаны алу үшін маған 16 миллион монета керек, 16 миллион point керек. Сол себепті де мен бұл комбоны дәл қазір качать ете алмаймын. Бірақ қараңыздар, бұл жерде прибыль час көп жинау үшін біз просто кеп карталардың үстін басып қараймыз. Мысалы қараңыз, маған қазір осы 5 миллионға осы картаны алатын болсам, 3009 point алып келеді. Маған қызық емес. Бұл жерде 490 қызық емес. 506 34 мыңға қатты қызық емес. Міне 427 мыңға 3260. Бұл нормально, по идее. Болады качать ету. Одан бөлек осы маған қызық. 23 миллионға 9800 алып келеді. Но маған қазір осыны качать етсем болады. Сосын бұл қызық емес қатты. 153 мыңға 2700 нормально. Дәл осылай сіздер качать етесіздер. Качать еткендеріңіз үшін сіздерге прибыль час көбейеді. Прибыль час көбейгеннен кейін сіз мысалы топқа кіре аласыз и бізде дроп алуға мүмкіндігіңіз де өте көп болады. Hamster Combat міндетті түрде жасау керек, себебі жаңа айтқандай өте мықты проект, аудиториясы топ 1. Енді қараңыздар, келесі проект бізде Bloom деген бұл Телеграмның ішіндегі биржа. Дәл қазір біз дроп ала аламыз. Бұл СНГ-дағы рекламасы ең мықты проекттердің бірі. Қараңыздар, бұл жерде себебі үлкен-үлкен блогерлер қарасаңыздар, подкасттарында осы проекттің разработчиктары отырады и осы проект жайлы әңгімелесіп жатады, типа қандай проект екенін, өздерінің кім екенін таныстырады. ютубтан іздеп көрсеңіздер ақпарат жетеді. Мен қазір кішкене айтып беретін боламын. Қараңыздар, бұл биржа болады, яғни бұл жерде біз өзіміздің монеталарымызды сақтай аламыз, монета сатып ала аламыз, монета сата аламыз, лонг, шорт деген сияқты позициялар аша аламыз, өзінің P2P да болады. Енді бұл жерде дәл қазір біз дроп алу үшін не істеуіміз керек? Дроп алу үшін біз әр 8 сағат сайын фарминг деген басамыз, клеймит етеміз, старт фарминг, клейминг, старт фарминг. Одан бөлек дроп гейм деген жерде сіздерге әр күн сайын кіргендеріңіз үшін осындай билеттер береді, яғни ол билетке сіз осы ойынды ойнай аласыздар. Бұл жерде біздер осылай ромашкаларды жаруымыз керек. Ромашкаларды жарғанымыз үшін бізге тоже Bloom береді. Дәл қазір мен осы проекттен шыны керек қатты үміт күтемін. Бұл проектте Notcoin, Hamster, кез келген проекттерден осыған дейін болған жақсы дроп алуға болады деп ойлаймын, себебі проект шынымен топовый, проектте үлкен үміт бар, проектке аудитория болашақта да керек. Сол себепті де Телеграмда, криптода барлығы жақсы болатын болса, осы жерден жақсы дроп күтемін өзім. И осы проектті де мен өзім басқа проекттерге қарағанда активно орындап жатырмын. Әрине Hamsterмен де типа қазір өзім көп орындаймын, себебі Hamster кайф. Bloom'да көргендеріңіздей біраз жұмыс істеу керек. Мен қазір 184 мың монета алдым.
менде 40.708 монета бар. 40.708.000 монета бар. Енді Friends бұл жерде тек қана 10 адам ғана шақыра аласыздар. Әрине бұл бір жағынан жақсы деп ойлаймын. Ал енді қараңыздар, менде телеграмда пост болады, осы бөлім жайлы сол посттың астына өздеріңіздің яғни реф кодтарыңызды тастай берсеңіздер болады. Себебі көргендеріңіз менде толып қалған, сіздер өздеріңіз тастай берсеңіздер болады. И сіздерге де адамдар жиналады. Себебі реф ссылкасыз бұл жерге проектке адам кіре алмайды, тек реф ссылкамен ғана кіре алады. Ал енді қараңыздар, келесі проект бізде Games деген жаңа проект. Бұл проекттің телеграмға негізінде қатты қатысы жоқ, бірақ тапылка хайповый тема болғаннан кейін телеграмнан тапылкаларын ашты өздерінің. Дәл қазір көргендеріңізде менде 6 миллион монета бар. Әр энергия жиналған сайын осылай басып тастайсыздар. Ноткоин 2.0 ғой былайша айтқан кезде, бірақ разработчиктар өте мықты. Былайша айтқан кезде бұл жерде де жақсы дроп болуы мүмкін. Әрине проект жақын арада бұл жерде листингке шықпайды. Проектті біз листингке шығуын 2-3 ай күтуіміз мүмкін. Одан да көп күтуіміз мүмкін. Сол себепті де бұл жерде активностьтарды қазірден бастап орындай берсеңіздер болады. Бұл жерде де тоже жақсы дроп болады деп ойлаймын. Әрине сіздер кланға кіретін болсаңыздар, менің кланыма кіріңіздер. Менде көргендеріңізде криптобазар, NFT ойындар, яғни менің кланым тұр кәдімгідей. Не істейсіздер? Join клан деген басасыздар и Uchido X деп жазасыздар. Uchido X-те менің кланыма өтесіздер. Менің кланымның ішіндегі адамдарға бөлек розыгрыштар болады. Қазір бізде 159 рангта тұрмын мен, немесе 159-ға дейін түсіп тауып алсаңыздар болады. Менде кәдімгідей былай басатын болса, мен өзіме жібереді көргендеріңіздей. Менің каналыма жібереді. Былайша айтқан кезде менің кланыма қосылыңыздар. Одан кейін осыны басыңыздар. Friends деген жерге кіріп, достарыңыз шақырсаңыздар болады. Әр шақырған досыңызға 2500 монета береді. Қазір менде көргендеріңізде 58 френд бар. Осы 58 френдтің барлығы менің кланыма қосылсын. Одан кейін бустерлер бар. Бустерлер баяғыдай, мысалы рокет басасыздар. Сағат бізге 60 монета береді. Әр кликқа тез басып тастаймыз. 20 секунд. Көргендеріңізде болды. Одан кейін бустерлерден тоже мультитап качать етуге болады, энерджи лимит качать етуге болады и энергияны толу уақытын качать етуге болады. Мен көргендеріңізден мультитап қана качать еттім. Мультитаптың өзі маған жетіп артылып жатыр дәл қазірге. И нелер болады, типа голд, платинум деген сияқты рангтар болады. Мен қазір голдтамын. Мен қателеспесем осыдан кейін платинум, одан кейін тағы да бриллиант деген сияқты рангтар болуы мүмкін. 10 миллионнан кейін уже мен платинумға өтем. Платинумға өткеннен кейін ары қарай уже бриллиант. Сол себепті де менің кланыма қосылып бассаңыздар болады. В принципе, нормальный дроп болады деп ойлаймын. Өзім проект жақсы, жаман емес. Проекттің үстінде мысалы жасап жатқан адамдар, опыттары бар. Өздерінің четкий проект жасап жатыр былайша айтқан кезде. Hot токен, бұл проект маған қазірдің өзінде $300 берді. Даже одан көп шығар. Себебі бұл жерде біз осы жинаған хот токендерімізге NFT-лар сатып аламыз. Одан кейін мем токендер листингке шықпас бұрын осы жерде мем токендерді сатып аламыз. Мысал алатын болсақ, қараңыздар. Мен осы жерде NFT-лардың барлығын алдым. Даблдог алдым мен, қателеспесем 100 меме алдым. Жоқ, pitch talk ала алмадым мен. Pitch talk бір ход болды, прайс бір ход 10 мың ғана pitch talk болды. 10 мыңға мен үлгере алмадым. Менде пост болған, типа үлгерген адамдар алды деп ойлаймын. Даблдогпен 100 меме алдым. Бұл NFT-лар. Яғни көргендеріңізде ең аз флор $4. Мен сатпадым. Қателеспесем мен бір нерға қойып қойғам. Бір нерге өтсе өтті, өтпесе өтпеді. Ең қымбат сатылған $1152 көргендеріңізде, өте жестко да. И даблдог мен қателеспесем сатып жібердім 6 тонға ма. Қазіргі ең аз прайс $37 екен. Максимальный прайс $910 дейін барған. Көргендеріңізде бұл жерде де проектте жақсы табуға болады. Одан бөлек бұл жерде Hotminttан бөлек бізде нелер болады. Мен жаңа айттым ғой, мем токендер листингке шығады. Хотпатқа мен барлығына қатыстым. Барлығына емес, увонға қатыспадым. Мен 100 мемеге қатыстым. 100 мемеден тоже қателеспесем 300 мың ба токен алып $100 ма, $120 ма саттым. Яғни 100 мемеде тоже менде доход болды. Мүмкін қателесіп жатырмын, менде посттар болған тоже. Даблдог мен қатыстым, даблдог мен алдым. Міне көргендеріңізде 3-61 хот токенге
185 мың даблдог алдым. Даблдог әлі листингке шыққан жоқ. Листингке шыққан кезде мен қанша тапқанымды біздің крипто базар каналында бөлісетін боламын. Ну, жалпы нирвалеттен ход жинай берген дұрыс. Ход деген бұл топовый тема ғой, былай шыққан кезде ше. И клейм ход басып отырасыздар. Әр 2 сағат сайын, 3 сағат сайын, 4 сағат сайын менде видеолар болды. Проект жасап жатқанына өте ұзақ уақыт болды. Яғни жақын арада бұл жерде де листинг болуы мүмкін. Что-то дым хабар жоқ, листинг болады деген ондай ақпараттар жоқ. Листинг болмаған күннің өзінде бұл жерде, яғни бағанағыдай осы ход деген токенді тегін жинап, осы ход деген токенге әртүрлі мем токендер сатып алып, мем токендерді сатып былай ақша таба беруге болады.